Kеше 16 май міне жазып қойғам. Ассамблея, Қазақстан халқының ассамблеясы Кентау қаласында Бақытжанға звондадым. Звондасам, мен Астанадамын дейді. Мына жерде жазып қойғам. 26 апрельде маған бір апта бер, сенің дейіңді решет берем деген. Міне, одан кейін өткен аптада звондадым. Ол кезде барғанда Түркістандамын деді, 25-інде. 26-сында келіп сөйлесеміз деді. Бардым, сөйлестік. Бір апта бер не алады. Екі апта бергенден кейін, екі аптадан кейін звондадым. Сондақсам, ол кезде Шымкенттемін деді. Сен вопросында Түркістан инспекторлармен сөйлесіп жатыр, решет етіп жатыр деді. Сонда бір аптадан кейін кеше 16 майда звондадым. Ол кезде Астанадамын дейді. Сонда Кентауда бәке жұмыс істемейсіз бе? Не деген бұл сұмдық? Сосын звондап болғаннан кейін Қазақстан ассамблеясына звондадым, Астана қаласындағы. Телефонды көтермейді. 74-12-21 телефонына. Интернетте жазып қойған ассамблея деп. Тоқаевың президенттің приемына жазылайын десем. Ояқтамайды телефон. Сосын 115-ке звондадым. Мен заявлением бойларынша не болды деп. Телефондарды амайды міне. Мына жерде звондағам 21 апрель. Вообще телефонды көтермейді міне. Енді Генеральный прокуратура телефонды көтермегенден кейін қайта звондап, бәрі 3-4 звондағаннан кейін қабылдады. Алды ақыр телефонды міне. 115. Сондақсам сіздің мәселеңіз Досалиев Дияр Кентау қаласында не алып жатыр деді. Соған жіберілген деді. Оған звондап прокуратураға. Сіздің документіңіз дайын, келіңіз деді. Барсам, мына қағазды алып шығып берді, болды. Міне. 12 майда сізге жібергем сообщениемен дейді. Мен сообщение келген жоқ. Кейін сомны разбирать етсем, жіті номер жоқ екен. Сосын сообщение келмеген екен міне. Бәрі сол бір ответ. 10 жылдан бері бір береді ответті. Міне, Кентау қаласының соты шыққам дейді, болды міне. 7 мартта болды. Ешкім тексеріп жатқан ешкім жоқ. Соны айтып, Бақытжан мырзаға барғамын. Одан шығып, мен айттым, міне көй номерді